Хан Тәңірінің етегінде Алматы облысының Ұйғыр ауданы деген жер бар. Соның Ақтам деген ауылында дүниеге келгем. Негізінде Дарбазатаста, жайлауда, анау ненің Шалкөденің Дарбазатасында дүниеге келгем. Бірақ құжат бойынша ауылымыз Ақтам деп жазылады. Сол ауылда мектепте оқыдым. Бір ғана мектеп, Ұйғыр қазақ орта мектебі бар, аралас мектеп. Сол мектепте оқыдым. Алғашқы ұстазым Лебекова Арсалды деген апай болды. Мен әдебиетке баулыған ұстаздарым Мұхамедиев Тұрсынқожа, Зікрия Шаймергенов, Жеңіс Жанысбеков деген ұстаздарым. Мектепте, мысалы, мен жақсы оқыдым. Былай айтқанда, ол кезде күміс медаль, алтын медаль деген береді. Енді алтынға ілінамадым, күміс медаль дегенді бітіріп, соған бітірдім, жақсы оқыдым. Сонан кейін өскен орта менде ауыл ғой. Таудың баурайындағы кішкентай шағын ауыл, табиғаты ерекше. Шынымды айтсам, менде әлемнің көп жерін көрдім ғой. Осы біздің осы жалпы өзі туған жерім енді кіші отаным Жетісу ғой. Жетісудың табиғатындай табиғат әлемде жоқ деп есептеймін. Әр жерде, мысалы, Швейцарияны мақтайды, табиғаты сұмдық деп, тағы қай жерде бәрі мақтайды ғой. Соның ішінде шынын айтқанда Көкшетауды да мақтайды ерекше. Біздің Жетісудың ерекшелігі сондай. Мына біздің тау, Алатауымызға Хан Тәңіріміз сияқты әлемде жоқ ол. Анау әлемдегі керемет таулар дегендердің өзі біздің тауларда емес. Ақар шақар аспанға атылып, елдердің тау деп жүргеннің көбін көрдік әлемдегі. Жота сияқты, мысалы, сондай ғана. Соны әркімге өз биігі бар ғой. Біз анандай үлкен биікте өскен, оның үстіне мен тура Хан Тәңірінің баурайында туғандықтан ба, анау-мынау тауларды, анау-мынау биік деген нәрсені, асқақ деген нәрселерді қабылдай бермеймін. Тау баласы тау сияқты қуанып, тау баласы тау сияқты жылайды деп Тұманбай ағам айтқандай, менің жаратылысым да сол таудың етегінде туғаннан кейін жаратылысым сондай кесек ірі десем болады. Анау-мынау нәрсеге мән беріп, мойып, біреудің мені басынғанына, біреудің мені төмендеткеніне, болмаса біреудің өтірік мақтағанына, еш нәрсеге бәлендей оған. Еш нәрсе мені таңырқатпайды. Шынын айтқанда, ана таудың биіктігін көргеннен кейін, біздің Алатаудың, Хан Тәңірдің шыңын көргеннен кейін, оның қасында мен енді солай өзім сезінген шығармын енді. Сондықтан мен еш нәрсеге өте бір қатты қуанып, таңырқап, болмаса біреу мені өстіп осындай не қылған екен, мені ұнатпай тұр екен, жақтырмай тұр екен, басынып тұр екен, кейбіреу өзінше мазақтап тұрмын дегендей өздерін әлдеқандай оның бәрі әсер етпейді. Сол таудың әсері болады адамға, жаратылысыңа. Сондай ортада өстім енді. Ең үлкен жетістікке жеттім деп масаттануға болмайды адамға. Мен оның үстіне өйтпеймін. Себебі менің армандарым көп, алдыма қойған мақсаттарым бар, ақырын жетіп келе жатырмын. Кішкентай кезімнен, бала кезімнен, шынын айтқанда, анау тастарда сөйлейді деген алғашқы кітапты оқыған 2-ші сыныптан бастап жазушы болғым келген. Жазушы болғым келді. Сонан кейін алдыма сондай мақсат қойдым, журналист қой, енді журналист болғым келді. Казгудың журналистика факультеті о кезде қазіргі мына Назарбаев университеті сияқты журналист, Казгу Назарбаев университеті сияқты да журналистика факультеті күллі Қазақстандағы жалғыз факультет, 25-ақ бала алады жылына. Соны оқу деген, енді былай айтқанда, шетелден оқып келген мен бірде еді осы сол кезде, Кеңес одағының кезінде. Мен сол кезде 4 рет түсе алмай, 5-ші рет дайындық курсынан түстім. Сонда түсе алмағанда да ешқашан неғылған жоқпын. Қазіргі кезде болса жастар оқуды бітіреді де, сол жылы грантқа түсе алмаса ойбайын салып, әке-шешесінің малын сатып, платныйға түседі, әйтеуір оқиды ғой. Біздің кезімізде бәрі солай болды. Әскерден келіп түсетін жеңілдіктер болды, колхозда жұмыс істеп келіп түсетін жеңілдіктер болды. Солардың барлығына менің замандастарым өте мықты болды. Қазіргі мына қаламгерлер, журналистер бізбен қатар болған, барлық оқуға сөйтіп түсетін. Мен де солар құсап талаптанып, тек қана Казгудың журналистика факультетін оқимын деп армандадым. Алла 5-ші ретте қолымды жеткізді. Түстім, оқыдым. Соның былай айтқанда, анам болды, әке-шешем қара адамдар еді. Әй шырағым, нанын же дейді, ылғи бата бергілдеші, риза болып каникулға келем, сонда бірдеңе алып кеп берем, сонда айтатын, ана оқып атқан оқуыңның нанын же. Менің әкем де, шешем де менің не оқығанын түсінбей өмірден өтті. Жалғыз перзентпін өзі.
Сонда олар журналистика дегеннің не екенін, журналист деген не екенін білмеді. Шамамен мұғалім сияқты бірдеңе шығар деді да, бірақ нанын же дейтін. Сол бата сондай дөп тиген екен, елдің бәрі тәуелсіздіктің алғашқы жылдары журналистикадан безіп кетіп, жазушылықтан безіп кеткенде де мен ешқашан әлгі Мұқағали айтқандай өз тілімнен безінбедім дегендей, өз тілімнен және өзімнің сүйген мамандығымнан, арманымнан, жазушылығымнан безінген жоқпын. Қандай қиындық көрсем де соның жолында жүрдім, нанын жедім сол дипломымның. Өлең жаздым. Кішкентай кезімде өлең жазатын. Мен негізінде өте көп мақала жаздым. Сол 3-ші сынып, 4-ші сыныптан бастап ол кезде Қазақстан пионері, әзіргі ұлан. Соған мақала жазамын. Одан кейін облыстық газетке, аудандық газетке бәріне мақала жазамын. Ауылда не болып жатыр, мектепте не болып жатыр, жаза беретінмін. Біреу шығады, біреу шықпайды, біреуіне жауап келеді, өйтеді. Қызық болғанда кейін 8-9 оқып жүрген кездерімде маған гонорар келетін болды. Ана облыстық газетке әсіресе бүткіл аудандағы жаңалықтарды жазып жатам. Соған гонорар келеді. Сөйтіп кәдімгідей кішкентай кезімнен сол жұмыс істеп, сол көп мақала жаздым. Сонымен арасында өлең жазатынмын. Бірақ менің университетке түскенше ондай көркем шығарма жазғаным, өлең жазғандарым ондай шыққан жоқ. Тек қана журналистика саласында шықты. Ал енді көркем шығармада менің ең алғашқы жазғаным Мылқаудың мұңы деген әңгіме болды. Ол әңгіме қазақ әдебиетіне шықты бірден. Енді ол бір сондай менің жолымды ашты. Ол әңгіме тіпті бір күні кім Әбіш Кекілбаев ағамның өзі де бір қонақта кездескенде, Сәуле, сенің өткен аптада Мылқаудың мұңы деген әңгімеңді оқыдым. Сен мына поэзиядан келгенің, өлең жазып келгенің білініп тұр, поэтикалық құбылыс бар екен ішінде. Сен жақсы қылып жазыпсың, айналайын, жақсы екен, сен өзі жақсы прозаик боласың деді маған. Прозаңды жаза бер деді. Сонда мен де кейбіреулер сияқты онша пысық емеспін ғой, пысықтау біреу болса барып суретке түсіп пікір алып алады. Өмір бойы Әбіш ағалармен бірге жүретіндей болып, мен соншалықты араласып жүріп, парламентте 12 жылдай бірге жұмыс істеп жүріп, ол кісі депутат болғанда, сонда бірге жүргеннің өзінде де мен ешқашан сол кісімен бір суретім жоқ екен. Пікір жазып алдырмақ түгіл. Соны қатты шынымды айтсам кейде өкініп қалам, неге солай болды деп. Сол ең алғашқы әңгімеме сондай жұрт жақсы пікір білдірді. Мылқаудың мұңы деген. Ол мына Кеңес одағының кезінде Ұлы Отан соғысының 30 жылдығына біраз неменелерді, түрмеде отырғандарды босатады, жеңілдік жасайды. Босанып кетеді. Соның біреуі біздің бір қиырда бір мал бағып жүрген бір Мылқау қызы бар біреудің үйіне келіп, әкесі шешесі малда жүрген кезде келеді, сол қызды зорлап кетеді. Сол туралы әңгіме. Ол жерде айтайын дегенім соншалықты қатыгез адамды қанша жақсылық жасап бостандыққа шығарса да, сол күннен аспай ертесі күні одан өткен қатыгездік жасайды. Соны айтқым келген, негізінде бұның желісінде біздің елде болған оқиға еді. Әке шешеміз айтатын, сөйтіп түрмеден шығарып жібергендер қауіпті, сондай келген кезде осындай жағдай болған екен, ана Мылқау қызды сөйтіпті деген әңгіме айтқан. Сол жүрегімде қалған. Мен көп бір 20 шақты жылдан кейін барып сол әңгімемді жаздым. Ең алғашқы әңгімем сол болды. Мынау баяғыда біздің бала кезімізде әке шешелеріміз айтатын, ілім ұрады дейтін сөзді айтатын. Кітабыңды дұрыс оқы. Кітапты олар ілім деп қатты құрметтейтін ғой. Үлкен кісілердің баласы болдым. Ілім ұрады. Кітабыңды дұрыс оқы, дұрыс жерге қой, өйт бүйт дейтін. Сондықтан мен өзім әзір айтам. Мына адамға ілім қонады, және біліммен қонады. Жазушылық деген. Ілім қонғандар деген ол мына Алла анау жоғарыдан саған ерекше бір дарын, талант береді. Бірақ ол 5% адамның өмірінде. 5% бір ұшқын, бір кішкентай сәуле, бір кішкентай нәрсе береді саған. Сол сенімен бірге өмір сүріп жүреді. Сен басқалардан қарағанда басқаша қарайсың өмірге. Ана біреу көрген нәрсені, көрмеген нәрсені сен көріп қаласың. Біреу айтпаған сөзді сен айтып қаласың. Сондай болады. Ол ілім қонған саған. Бірақ ол айтады ғой, 95% талант, 95% еңбек деп айтады. Сондықтан ары қарай 95% сен еңбектенуің керек. Ал енді мен шынымды айтсам, ондай Алла берген дарыны жоқ. Білем ондай адамдарды. Бірақ әйтеуір бәлен жерден оқыған, түген жерден оқыған, бәленнің қолдауымен, түгеннің қолдауыменен
үлкен баспалардың басында, газет журналдардың басында отырып журналистпіз, жазушымыз, үйттік бүйттік деп 4 жумақ өлең жазып жүргендерді көп көрем. Бірақ оны халық қабылдамайды. Халық қабылдаған адам ғана жазушы болады. Оқырман іздеп оқыған адам ғана жазушы болады. Ол ешкімнің несімен болмайды. Ол халық іздет деген сөз, Алланың бір аты халық. Сені Алла саған бір қабілет берді деген. Сондықтан ол бойына қабілеті бар емес адамның ол ізденіп оқып бірдеңе жазды дегеніне, болмаса сурет салды, әртіс болды дегеніне сенбеймін. Оқиды. Мысалы қазір айтады, мастер-класстар өткізеді, содан бірдеңе үйренеді дейді. Болмаса жаңағы оқу орындарында мысалы тәжірибе алмасу арқылы, енді сондайлар көп қой, айтып атады. Бірақ олардың ешқайсынан ол бойында қабілеті бар, қабілеті болмаса, ол адам бірдеңе алады деп ойламаймын. Ал егер сенің бойыңда сол жаратқан Алла саған бір маңдайыңа жазып, жаңағыдай жылт еткен сәуле берген болса, ол сенен ешқашан қалмайды. Сен біреулерді айтып атады, зейнетке шыққаннан кейін жазып кетіпті деп. Ол зейнетке шыққаннан кейін жазып кетіп, не бір жағдай болып жазып кетіпті емес, ол бойында бар қабілет, сонан кейін барып бір күні жарқ етеді. Бәрібір ол тыныштық бермейді, жанына тыныштық таптырмайды. Сондықтан сенбеймін мен оқып жазушы болыпты дегенге. Қандай мықты деген жазушының өзі де, егер де оның кітабын бір адам, тіпті талаптар бар екен, критерийлер, 37-ші бетке дейін шығармаң жақсы болмаса, одан кейін ешкім қызығып оқымайды деп, мына шетелдіктер кітабыңды сатуға алғанда, мысалы, сөйтеді екен, жаңа қарайды екен де 37-ші бетке дейін өздерінің не қарайтын адамдары болады ғой, солар қарайды екен де, бүйтіп қарап оқып көреді екен. Баспагерлер шетелде өйткені баспагерлер сенің шығармаңды алады да, халыққа өтеді ау десе, гонорарыңды бөледі, сенің праваңды сатып алады, құқығыңды. Сонан кейін 5 жылға, 7 жылға, или болмаса мынандай 5.000 тиражға, 20.000 тиражға деп алады. Сонда саған енді ақша беру үшін ол сенің қабілетің ақша төлейді ғой. Сонда ана алғашқы 37-38 беттен біледі екен соны. Сондықтан оқырман да солай. Кітапты бастайды, бастаған кезде егер оның көңілінен шықпаса, болмаса біреуден естіп, ойбай ананың кітабы сұмдық екен деп, сөйтіп барып оқымаса, оқырманның назарын аудару қиын. Бәрібір 10 жерден саған керемет болып, былай айтқанда әкең тұрсын, көкең тұрсын, тағы біреуің тұрсын, ақшаны құйып, сұмдық керемет етіп әлгі кітапты қымбат не қағаздармен шығарып, полиграфиялық жағдайының бәрін ғажайып етіп, елең ететіндей тек қана парақтайды да қалады сол жерде. Тіпті туысқаныңа сыйласаң да оқымайды, шыдамы жетіп. Ал егер ол жақсы кітап болса, жүрекке жететін. Сондай кітапты ғана халық іздеп оқиды. Жақсы кітап деген не? Қазіргі заманда қандай кітап оқылады? Мен соны әбден іздедім, зерттедім. Қандай кітап оқылады? Мотивациялық кітаптар, адамға үміт беретін, адамды ынталандыратын, жігерлендіретін кітаптар. Оқыған кезде өзіңе жаныңа бір жақсылық алатұғын. Ойпырмай битсем болады екен ғой, бұл менің де қолымнан келеді екен ғой, мынаны жазды ғой, айтты ғой деп барып сені оқып, кейде қайталап оқып, үстінен қарап битуге болады екен. Баласын оқытып, балам мен мынаны оқыды, сен оқышы. Сөйтіп жиналады оқырман. Сондықтан ол, ал енді сіз ойлаңыз, біріншіден ақшасына сатып алады, екіншіден уақытын бөледі. Дүниеде ең қымбат уақыт, уақыттан артық ештеңе жоқ. Мен әрбір минутымды есептеймін. Тайм менеджмент дегенге мен қатты бағынам. Барлық уақытым менің есептеулі, мен сол үшін шығарманы былай айтқанда өнімді жазам. Содан кейін жазған кезде де әшейін жаза бермеймін. Халыққа қазір не керек дегенді іздеймін. Сондықтан ойлаймын, ол оқырманды сөйтіп табу керек. Сонда халыққа не керек деп ойлайсың, ойланып жүресің, қарайсың. Содан кейін өзі жаңағы сенің бойыңдағы 5% жылт еткен сәулең, Алла берген дарының жаңағы адамға керек бір нәрсені бүйтіп былай айтқанда бүйтіп қағып алады. Қағып алады да сені жан дүниеңе салады, сен соған қарай ылғи ізденісте болып материал іздеп жүресің. Проза солай. Поэзия ол қасиетті. Бұрқанып келеді да осы келіп өлеңді жазып тастайды ақындар. А проза олай емес. Проза сенімен 24 сағат бойы өмір сүреді. Ылғи өзім солай түсінемін енді, қай жазушы қалай. Күні түні. Ол проза жазатын адам пенсияға да шықпайды. Ол өлген күні ғана қалам қолынан түседі, сусып. Сол күні ғана тоқтайды оның шығармашылығы. Одан кейін оның екінші өмірі басталып, оның шығармашылығын көбейтіп таратып жатады. Ал шынайы ана дүниеге алып келіп жатқаны тоқтайды. Мысалы, мен өзім сөйтіп ойлаймын. Осы соңғы кездер жазып жүрген шығармаларымда өте қатты ізденіп, не оқиды екен әлем десем, әлем
қазір маңайында болып атқан оқиғалардан құралған көркем шығарманы оқиды екен. Әлемнің оқырмандары қазір маңайында мысалы көреді. Мен полигонды жаздым. Семейдегі қасіретті. Оның ішінде бүткіл Семейдің адамдары бар. Көрген қасіреттері бар. Өмірде болған. Мен ауылдан шыққан миллионерді жаздым, балаларға арнап. Қазір балаларға арнап жазып жүрмін. Өйткені балалар әдебиеті жылы деді, бірақ өзімде ойладым, балалармен айналысу керек. Алдымен балаларға жақсы шығармалар беруіміз керек деп айналысып жүрмін. Ауылдан шыққан миллионерді сол балаларға арнап жаздым. Менің қазақтың балалары мына нарыққа үйренсе екен, қазақтың балалары бай болса екен, еңбектенуді үйренсе екен, жалқау болмаса екен деп жаздым, шығардым. Аллаға шүкір, 3 айдың ішінде 100 мың адам оқыған. Кітабым уже 3-ші рет переиздание болып жатыр. Сатылғандарының өзі сатылып кетті. Жоқ, қазір елдер сұрайды, уже жоқ кітап. Әзір мен Жақсылық Үшкемпіров туралы роман бітірдім. Оны неге жаздым? Ол да халықтың ортасында жүрген адам. Ол романды оқыған адам ойлайды, ұлтжанды болады. Ұлтқа деген ерекше несі болады, махаббаты болады. Жақсылықтық сияқты. Жақсылық қазақтың атын әлемге танытты. Одан кейін міне Димаш танытты. Міне сондай адамдар туралы жазсақ, ана балалар оқығанда, бұлай бізде Жақсылық ағам сияқты болуымызға болады екен ғой. Төзімді болуымыз керек екен ол үшін деп ойлайды. Шыдамды болуымыз керек екен ол үшін. Жақсылық ағаның дүниеге келген күнінен бастап 32 жасқа дейінгі өзі үлкен спорттан кеткенге дейінгі барлық көргенін жаздым. Азабын, тозағын, Кеңес одағының кезіндегі ана КСРО-ның құрама командасынан көрген қиындығын, соның бәріне төзіп, шыдап, ұлтын жақсы көретін сол, намысының кереметтігі сол, соның барлығына төзді де бір күні Алла сонысына қарай бақ беріп, жарқ етіп олимпиададан қазақтың маңдайындағы тұңғыш алтын медальды алды. Ол сол кезде қазақтың ғана емес, 15 республиканың абыройын сақтап қалды Москва олимпиадасында. Міне сол әзір сирек айтылып жатыр. Бәріміз қазақтың несі болды дейміз. Шындап келгенде ең бірінші болып күресіп, СССР-дың атын сақтап қалған абыройын. 15 республиканың. Кішкентай Жақсылық 48 килограмм салмақта көрмеген азабы жоқ. Мен соның бәрін келтірдім. Соны мен қазір қалайым, менің мына балаларым, қазір немерелер, меқан немере болады. Біздің қазақтың ұрпағы Жақсылық ағасындай намыс қой, сондай ұлтжанды, сондай керемет, төзімді болса екен. Кішкене жолы болмай қалса өкпелеп, шетелге қашып кетіп, кішкене жолы болмай қалса өкпелеп, Ақорданың алдына барып айқайлап жүреді ана бір әйелдер, ренжіп, өмірге риза болмай. Олай болмасын, Жақсылықтың көрген қиындығының бәрін кішкентайынан оқыса, ұялады. Менің өзім ұялып кеттім ана Жақсылықты зерттеп жүрген кезде. Кейбір нәрсеге мен де пендемін ғой, ренжитінмін. Маған өйтті ғой, бүйтті ғой деп. Сол ойладым, Құдай-ау, Жақсылықтың қасында мен өзімнің елімде, өзім тәуелсіз Қазақстанда, өзім топырағымда жүр екенмін ғой. Ал ол сол кезде кеңестер одағының азабын көріп, қорлығын көріп, басынғанын көріп, соның бәріне шыдап, бірақ ұлтының атын әлемге жайды. Алдыға қарайсың, жақсылық күтесің, үміттенесің, ілгері қарай жүресің. Ал егер сен артыңа қарағанда өкініш болатын болса, онда сен өмір сүрмегенің, онда алдыңдағы өміріңде дұрыс болмайды. Сен өмір сүресің. Әрине мен мысалы қазаққа үлкен проза жазсам екен деп армандадым. Бір арман жасадым енді, бұрын айтпаушы едім, мен өзімнің отанымда, жетісуымда отырғызған айтайын. Шіркін деп армандадым. Мен ешкімде жоқ бір стильмен шығарма жазып қазақ әдебиетін әлемге таныссам деп армандадым. Алла маған берді. Қазір менің стилім ерекше. Барлығы постмодернизмнің бірдеңе стилі деп ғалымдар зерттеп жатыр. Оның жұмысым жоқ онымен, менің ғалымдарда не жұмысым бар? Бүйтіп жазайын деген жоқпын. Жаздым, Алла менің сол тілеуімді берді де, мен шындығында қазақ әдебиетінде бір ерекше стиль алып келдім. Ал егер мен енді соған жетем деп армандадым, артымда сол қалып барады, келе жатқан жолым. Егер мен оған өкінетін болсам, жаман артыма қарағанда тағдырыма өкінетін болсам, онда менің өмір сүрмегенім ғой. Ал менің енді ол шығармашылық. Жеке басымда әрине менің өмірімде өте қиындықтар көп болды. Менің жеке басымда сондай кішкентай дүниеге келген кезімнен. Мен мысалы дүниеге әлгі немен туылғанмын. В рубашке дейді ғой, қазақша не дейді ана? Немен? Қаппен туылған баламын. Мен дүниеге келген кезде дүниеге шыр етіп келіп түскенімде қаппен туылыппын да, босандырған әйелдер, сауыншы әйелдер екен анамның қасында. Ойбай, сен не тудың деп неғанда шешем талып қапты.
сол талғаннан 3 ай ауырып жатыпты. Содан кейін мені былай айтқанда қарайтын адам болмай, сондай қиындықта сөйтіп, содан кейін өмірімнің бәрінде қиындықтар болды. Мектепке бардым, өйттім, бүйттім, жалғыз перзентім, көрмеген қиындығым жоқ. Шынымды айтсам, ауылда да осы неше түрлі нелерді көрдім, қиындықтарды көрдім, оқуға әрең түстім. Кейін тағдырымда да өте көп қиындықтар болды. Желтоқсанға қатысып істі болдым. Көрмеген қиындығым жоқ жеке басымда. Бірақ соның бәріне төзіп келдім, шыдадым. Сонда да өкінбеймін, ешқашан. Сондықтан мен арт жағымнан ылғи да жақсылықты көрем. Мысалы, мен қазақтың өте үлкен 2 азаматының жары болдым. Мемлекеттік сыйлықтың иегері, қазақтың классик жазушысы Дүкенбай Досжановпен 30 жыл тұрдым. 3 қызым бар. Оған да өкінбеймін. Ол кісі қайтыс болғаннан кейін, 5 жылдан кейін, мына қазақтың үлкен батыры, генерал полковник, қорғаныс министрі болған үлкен азамат Сәт Тоқпақбаевпен тұрып жатырмын қазір, міне уже 4 жылдан асты. Сондықтан қазақтың осындай 2 үлкен азаматын маңдайыма жазған, мен әйел ретінде өте бақыттымын. Кез келген қыздың маңдайына жазылған бақыт емес ол. Менің маңдайыма жазылды. Ешқашан өкінбеймін артыма қарап. Ал алдымнан үлкен үміт күтемін. Жаңа айттым, арман таусылмайды. Арман таусылған күні бәрі тоқтайды. Менің бар арманым қазір бірінші, ол енді барлық қазақтың арманы, күн сөнгенше сөнбесін біздің тәуелсіздігіміз, Қазақстанымыз. Ол менің арманым, менің Қазақстанымның аты тарихта сондай қалса, менің бір шығармамның аты тарихта қалса, Қазақстанның тарихында әлемге таныссам Қазақстанды деймін. Менің фамилиямды болмаса да, менің бір керемет шығармаммен Қазақстан, Қазақстан деп осы шулап жатса деп өзім соны армандаймын. Әзір шынымды айтсам, Құдайға шүкір, балалар өсті, бәрі жақсы, қасымда Сәт Бесімбайұлы бар, өмірім жақсы, елім тәуелсіз, елімнің міне 30 жылдығын тойлағалы жатырмыз, 30 жылдыққа жеттік. Бұл енді ғасырлармен есептегенде, әлемдік уақытпен есептегенде түкке тұрғысыз, бірақ біздің ұлтымыз үшін қандай қиындықпен келгені, тәуелсіздігімізді ұстап қалғанымыз барлығы былай айтқанда қуаныш әкеледі. Мен соның ортасында жүргенім бақыт әкеледі. Енді соны ұрпақтарда дұрыстап жеткізіп, бар арманым тәуелсіздік баянды болсын. Сонда менің де жаңағы жазушылығым, әлемде атым қалса деген арманым қазақпен бірге барлығы орындалады.